Қабатов Тұрсынбек өзінен 14 жас кіші әйелмен көңіл жарастырып басы дауға қалды. Оқиға мынадан басталған. Мөлдір Мұқан журналист Жанар Байсеміздің арнасына берген сұхбатында ажырасқанын растап, Қабатовтың басқа әйелі бар екенін айтты. Некені бұзу туралы Тұрсынбек Қабатовтың өзі ниет білдірген. Қазір ажырасқандарына 7 ай болған. Мөлдірдің сөзінше ұзақ жылдар жолдасының тоқалы барына көз жұмып, елемеуге тырысқан. Ал Қабатов 14 жыл бойы көзіне шөп салып, көңілдесінің бар жағдайын жасап келген. Тіпті алғаш Дубайға шыққан сапарына оны ертіп апарып, айлар бойы үйге келмеген. Оған біршама құнды сыйлық, пәтер, көлік алып берген туралы сыбыстар естіген. Ал қазір желіде сүйіктісінің фотосуреттері жарияланып жатыр. Деректер бойынша әйел Тұрсынбектен 14 жас кіші, үшінші баласына аяғы ауыр көрінеді. Сондай-ақ Қабатовтың балаларымен сөйлеспей, нөмірлерін бұғаттап тастаған туралы айтылды. Кейін ол Мөлдірдің сөзін жоққа шығарды. Осыдан кейін желі қолданушылары Тұрсынбек Қабатовқа бойкот жариялап, телеарналардан оны көрсетпеуге, концерттеріне бармауға шақырып жатыр. Мөлдір Мұқанды бірі қолдап, бірі түсіріп жатқан киносына әдейі жарнама болсын деп сұхбат бергендей. Ал сіз бұл туралы не ойлайсыз? Пікірге жаза кетіңіз.